Сіздермен оқушылар, қазір математика сабағы оқулықтарының 48-ші бетін ашып дайын отырайық. Бүгінгі сабақ 87-ші сабақ қосу мен көбейтудің қасиеттері деп аталады. Сен бүгін қосу мен көбейтуге ортақ қасиеттерді әріпті теңдіктер түрінде жазуды және қолдануды үйренетін боласың. Ендеше қане сабағымызға кірісейік. Қане балалар, мынау тұрған өрнектерді, яғни теңдіктерді тезірек орындап көрейік. Ол үшін сол жақтағы өрнекке қарап, келесі оң жақтағы өрнекті бірдей етіп белгісіз санды табуымыз керек. Мысалы 4 қосу 2, ол 2 қосу 4-ке тең. 12 қосу 3 әрине тең болады 3 қосу 12. Ал осылайша біз қосуды орындап шықтық. Енді екінші бағанға қарайық. 2 көбейту 8 дегеніміз тең болады 8 көбейту 2. 9 көбейту 4 тең болады 4 көбейту 9. Осылайша біз бұл жерден балалар нені байқап тұрсыңдар? Қандай қосудың және көбейтудің заңдылығын байқап тұрсыңдар? Әрине, ауыстырымдылық қасиеті. Балалар, біз бұған дейін білеміз. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанымен қосындының мәні өзгермейді. Ендеше көбейтуде де солай екен. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Осыны есімізге сақтайық. Ендеше сендердің бүгін білетін заңдылықтар, есімізге жаттап алатын заңдылықтарымыз ол қосудың және көбейтудің қасиетті. Екеуіне де ортақ қосудың ауыстырымдылық қасиеті, көбейтудің де ауыстырымдылық қасиеті бар екен. Формулаға қарайық. А қосу В орындарын ауыстырамыз, тең болады В қосу Аға. Ал көбейтуге қарайық. А көбейту В тең болады, орын ауысады В көбейту А. Келесі екінші қасиеті ол терімділік қасиеті. Біз бұған дейін білеміз. Егер тезірек бір-біріне жылдам қосылатын сандар болса, біз олардың орындарын ауыстырып тереміз. Мысалы, А қосу В жақшаның ішінде, сыртында қосу С орындарын ауыстыруға болады. А-ны жақшаның сыртына жіберіп, В мен С-ны қостық. Сол сияқты көбейтуде де осы терімділік заңын қолдануға болады. Яғни тез көбейтілетін сандарды біріктіріп жақша арқылы, ал келесі санды жақшаның сыртына жазуға болады екен. Жақшаның ішінде А көбейту В, жақша сыртында С ауыстыруға болады. А көбейту, жақша ішінде В көбейту С. Міне балалар, сендердің бүгінгі білуге тиісті сабақтарың ол көбейтудің және қосудың бірдей қасиеттері. Екі қасиеті бар екен. Ауыстырымдылық қасиеті және терімділік қасиеті. Енді ары қарай оқулықпен жұмыс жасайық. Бірінші тапсырманы бәріміз ауызша орындап көрейік. 48-ші бет. Мынандай тапсырмаларды орындаған кезде сендерге оқулықта сөздер жазылып тұр. Сол сөздердің орнына қойған кезде мақалдар шығады екен. Ол үшін біз қазір орындары ауысқан көбейткіштерді, қосындыларды табайық. 3 көбейту 2, оның келесі жұбы 2 көбейту 3, яғни орындары ауысты. Сол сияқты 38 қосу 62, оның жұбы 62 қосу 38. 4 көбейту 3, жұбы 3 көбейту 4. 500 қосу А, оның жұбы А қосу 500. Түсінікті ме балалар? Сонда екінші жұбы олардың орны ауысқан өрнектер екен. Енді өздерің мақалды оқып көріңдер. Қандай мақалдар шықты? Жарайсыңдар. Ендеше мынандай мақалдар пайда болған екен. Қазір оқып көрейік. Спорт денсаулық кепілі. Шынықсаң, шымыр боларсың. Дені саудың жаны сау. Жақсы балалар. Енді сендер оқулықпен өздерің тапсырмаларды орындайсыңдар. Номер 2-ші тапсырма. 3 өрнек берілген. Сол өрнектерді терімділік әдісімен орындайтын боласыңдар.
Мысалы, жаңа айттық, терімділік қасиеті ол тез қосылатын немесе тез көбейтілетін сандарды біріктіру. Мысалы, 73 қосу 9 қосу 7 деп тұр. Бізге дөңгелек сан шығу үшін тиімді тәсіліміз ол 73-ке тезірек 7-ні қосу. Сол кезде 80 болады. 80-ге 9-ды қосамыз, 89. Осылайша қалған екі өрнектерді есептеңдер. Келесі тапсырма, 5-ші тапсырма. Өрнектерді салыстырасыңдар. Теңдік, теңсіздік белгілерін қоясыңдар. Ол үшін дұрыстап ойланыңдар. Егер орындары ауысатын сандар болса, өрнектер болса, олар тең дегенді білдіреді. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма. Балалар, сөз есепті шығару үшін мынау кесте құрастыр дейді. Біз кестені құрастырып қойдық. Осы бойынша өрнектің мәнін тауып, жауабын жазасыңдар. Мектептің спорт залына әр жәшікте 9-дан 45 спорт құралдары сатып алынды. Неше жәшік спорт құралы сатып алынды? Бұл жерде бізде жәшіктің саны белгісіз. Барлық құралдар белгілі, ондағы бір жәшіктің ішіндегі құралдар белгілі, ал жәшіктің санын табу үшін не істейміз? Міне, осы кестені жазып, өздерің өрнектің мәнін тауып, жауабын жазыңдар. Келесі тапсырма, балалар, дәлелде дейді. Ал қане салыстырып көріңдер, қандай сандар бір-бірімен тең болады? Бұл жерде тек қана теңді жасыл белгіде, яғни бүгінгі өткен сабақ бойынша терімділік қасиеті орындалып тұр. Қосылғыштардың орны ауысқанымен қосындының мәні өзгермейді. Міне, осы тапсырманы естеріңе сақтап алыңдар. Егер бір жерде азайту тұрса, онда бұл қасиет болмайды. Тек қана барлық жерде қосу болады. Қалған сандарды өздерің салыстырып, дәлелдеп көріңдер. Балалар, үйге тапсырма номер 8-ші есеп 49-ші бет. Және 9-ші тапсырмаға ойланып келіңдер. 2-ні 4 рет қолданып, 0 санын шығаруға бола ма? Шығарып көр. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер түсінбесеңдер, кері байланыс жасауларыңа болады.